О адамдар, сүйінші барың ұққыла. Рамазан келді, орозо қармап тұтқыла. Ертеден кечке ач қарын суда ішпестен, сабырдуу болып, кечкісе дағын жұтқыла. Бұлайда бар соғықты ішке қамданат, шайтанда келбей ченжырға бекен байланат. Рамазан айы 12 айдың сұлтаны, ушундай бақыт мұсылман үшін арналат. Ынтымақ, ырыс, береке толған бұлайда, кечірім сұрап, ибадат қылғын Құдайға, садақа беріп, құрсағын тойғыз алсыздың, кейбір жүрет, зарғып, нанға бұдайға. Бұлдағы сыноу, өзінше сырду табышмақ, көрінсе соғып, адамдар чұрқап жарышмақ, бейіштен біраз жыттатып қойса жытыны, кедейді байлар, талашып жүріп бағышмақ. Дүйнөдө бейіш, тозоқта бізге көрінбейді, чынығы момын екі топ болып бөлінбейді. Жаратқан үшін орозо қармап адамдар, напсini тыйып, жеп ішпейді жана сөгінбейді. Бұлайда тақыр жағымсыз сөздер айтылбайды, періште толған жер беті нұрдан қалқылдайды. Мен күнден артық ең сырду қадір кечесі дал ушул айдын соңында келіп жарқылдайды. О адамдар, сүйінші барың ұққыла, Рамазан келді, адалдан тамақ жұтқыла. Жақшамал менен қуанып барын көкөлөп, арманға емес, бақытқа балқып ұчқыла. Қиямат күні келгенде барын көкөлөп, періште сымал, бейішті көздөй ұчқыла.